көріп жатсыздар. Мен кім болмай жатыр, мен чайкамын да, мен алаяқпын да. Мынандай бір сұрақ қояйыншы, Бекзатқа деген махаббат қай кезде сөнді? Бұл жол айырылысқан кезде мен айтып отырмын ғой, көзімдегі қабат роза шешкелерді шешіп, былай тура қарадым, бұл менің адамым емес. Мен Дубайға кетіп қалған кезде тоже өзін өлтірмекші болған. Мен ол кезде ойладым, қалай ойладым? Ну, мені қайтарғысы келіп жатыр, типа болады ғой, ой, манипуляция деп, жеңіл қарадым. Маған звондайды, короче, мен телефонды алмаймын, мен саған хат жазып жатыр, мен осындай, короче, асыл өлейін деп жатырмын, бұндай да сондай, хатты осындай жерге қыстырып кетемін, маманың қасында бол деген сияқты көп әңгіме айтады. Жүгіріп барады да, удлинитель бар ғой кәдімгі, сонымен алып сестрасын менің екеуміздің көзімше өзін қылқындырып жатыр ғой. Сен өзін ойлап көр, мен өзімнің өмірімді сол жігітке сен тапсырайып үйленейін деп жатырмын да, и ол тұрады да менің көзімше даже сестрасын тыңдамайды, өзінің двоюродной сестрасын тыңдамайды. Всем сәлем, не әңгіме YouTube жобасының көрермендері, араға аз ғана уақыт салып сіздермен қайттан қауышып отырмыз. Бүгін бізде жаңа интервью, бүгінгі сұхбатымыздың қонағы, спикері, Қосылайық жобасының 3-ші сезонының экс-қатысушысы Ақерке. Баршаңызға сәлем. Қалайсың? Қош келдің. Жақсы. Жалпы қазіргі жағдайың қалай? Енді эфирден кейін біраз уақыт болды, ешқайда көрінбедің? Иә, қазіргі жағдайым жақсы. Негізі сол той отмена болғаннан кейін 2 айдай Астанада болып келдім. Операция болды менде. Барлығы шүкір жақсы. Өте жақсы деп айтсам болады. Бірден келісіп алсақ, енді не айтылады, қалай түсірілетінін мен білмеймін. Сұхбатты мына жерін кесіп тастайықшы, потом самай қойшы деген сияқты заттар айтпасақ, бірден келісіп алсақ. Рахмет. Біз сені енді қатысушы ретінде танимыз. Ақерке жалпы айнаның алдына келгенде кімді көреді? Айнаның алдына келген кезде өзіне сенімді қызды көреді, өз-өзін жақсы көретін қызды көреді. Мен өзімді никогда осуждать етпеймін. Өзімді қалай бар, сол ретінде қабылдаймын. Сол. Өзіне сенімді қызды көреді? Иә, өзіме сенімді, 100%, 120% сенімді десем болады. Себебі менде бұрын өзімде бір сондай бір кішкене период болған. Именно психологиялық жағынан өзіме көп жұмыс істегенмін. Қазір болады ғой, денесі ұнамайды, басқа нәрсесі ұнамайды, ондай периодтан өткенмін. Толық өзімді қалай бар, солай қабылдаймын. И білмеймін даже, қалай толық. Жақсы. Сұрақтарды енді қатты алысқа кетпей, бірақ осы 4-ші сезоннан бастайық. Қосылайыққа Бекзат екеуің келіп жүрдіңдер, тойымыз болады деген сияқты заттар айтып жүрдіңдер, арақатынастарында айттыңдар, бірақ арада аздаған бір уақыт салғаннан кейін айырылысып кеттік деп Инстаграмға жарияладыңдар да, одан кейін біз Бекзатты эфирден көрдік қатысушы ретінде. Сол кезде қандай күйде болдың? Негізі эфирға барады деп күткен жоқпын. Ол кезде бізде бір айырылысу болған енді. Біз көп айырылыстық, көп қосылдық. Сол эфирға барып кет қалады. Содан кейін барып енді арамызда махаббат болды емес деп айтамаймын. Болды махаббат. Содан эфирға барғаннан кейін. В принципе, эфирдағылар бәрі көрді ғой, қалай татуласқанымызды. Бірақ негізі вообще осы біздің теманы негізі мен барынша жылы жатқым келген. Эфирға да бармай қойдым, кім жаман, Ақерке жаман. Именно менің страницамда айтсам болады, именно негатив өте көп. Потому что бәрі мен ойлайды, Бекзатқа тісін істетіп алды, Ақерке кетіп қалды, тойдан қашты, басынан жақсы көрмеді, пайдаланды, ақшасын алды, бүйтті сөйтті деген. Эфирға да бармай, барынша өзім жаман болып, осы теманы гладко жатқым келді. Бірақ Бекзаттың тарапынан мен ол сияқты оны оскорблять етпеймін, потому что мен соңғы кезде өздеріңіз көріп жүрген шығарсыздар. Ешақбас дейді, гәңгібас дейді, алқаш, алаяқ, түрліше оскорблять етіп жатыр. Оны да хорошо деп жақсы жабуға тырыстым, бірақ мен олай дальше продолжать ете алмайды екенмін. Уже мен шаршадым, себебі менің тарапымнан өте көп негатив айтылып жатыр. Именно мен кінәлі болмаған жағдайда. Тойдан неге қаштым? Себебі қазір айтсын, негізі бұл теманы вообще айтқым келмеген, себебі ол жігіт қой Бекзат. Ол кейін болашағы бар, үйленеді, басқа қызға үйленеді. Зачем ол артқа әңгімені эфирға сол үшін бармай қойған. Бірақ оның істеген қылығынан кейін мен қазір барлығын айтуды шешуді ұйғардым. Біз қалай ұрыстық, той отмена болатын кезде үлкен ұрыс болды. Ол кезде бәлкім Бекзат алдында неде осы жерде интервью берді Бекзат. Сол кезде ол айтқан өзімді өлтіруге тырыстым деп. Оның алдында бізде бір үлкен айырылыс болған. Сол кезде мен Египетке Дубайға кетіп қалған кезде
тоже өзін өлтірмекші болған. Мен ол кезде ойладым, қалай ойладым, ну мені қайтарғысы келіп жатыр, типа болады ғой, ой, манипуляция деп жеңіл қарадым. Маған звондайды, короче, мен телефонды алмаймын, мен саған хат жазып жатыр, мен осындай, короче, асыл өлейін деп жатырмын, бұндай да сондай, қазір хатты осындай жерге қыстырып кетемін, маманың қасында бол деген сияқты көп әңгіме айтады. Соны хорошо, мен шетелден келсем, менің Таразға барған, әпкеме барған Астанада, и мені каким-то образом мен өзгердім, өллахи біллахи деп мені қайтадан татуасамыз. Ол кезде сенем, ал бұл жолы да сондай өлудің темасы қайталанды. Бұл жерде өзі айтқандай ешқандай лампа емес, жарайды, лампаға негізі рахмет айтам. Лампа сынғаннан кейін менің көзім ашылды. Қалай ұрыс басталады? Кеше өзі Мартта айтып жатыр екен ғой, басқаша қылып айтып жатыр да. На самом деле екеуміз түсіп келе жатамыз эскалатордан. Сол кезде мені құшақтап тұрады да басқа қыздың фигурасына қарайды. Işte мынау қыздың фигурасы там көтені күшті екен деп айтады. Сосын ой, қыз ренжиді ғой. Я такая, почему олай айтасың, менің көзімше деймін да, бұрылып кетіп қалам. И сол бұрылып кетіп қалғанға ол ренжиді. Сонымен ұрыс басталады бізде. И кешкісін екеуміз кездескен кезде менің бірінші штативім сынады. Ол штативті мен вообще молчу. Ол жерде штатив бір 30-40 мыңның штативі, который мен алып бердім деп жүрген. Хотя екеуміз бартер деген теманы сен де білесің, солай алғанбыз. Ал одан бөлек сынған лампа, ол менің туған сестрамның лампасы. 80 мыңға өзі кредит төлеп, рассрочкаға алған. Мен одан попросить сұрап алғам, сол лампаны сындырып тастайды. Жарайды, оған да как бы, ашуланып бәлкім қояр едім. Бірақ менің соткамды, ұрыс барысында, ұрыстың барлығын айтпай-ақ қояйын, ұзақ әңгіме. Ұрыс барысында менің соткамды тартып алмақшы болды, шағып тастаймын дейді. Потому что мен өзім андай адамында, еңбекті бағалайтын адамында, өзім чисто еңбекпен келген. Бұл сотканы мен өзім қазір бар ойлайтын шығар, ақырке ойбай заттарға қадалып қалған. На самом деле это дұрыс емес, именно психологический жағынан заттарды сындыру. Білмеймін, эфирдағылар помнит, не помнит. Бекзат бір эфирді андай картинаға өзінің шашылып кеткен соткасын салып еді ғой. Оны білет негізі көп адамдар. Сол кезде тоже менің көзімше соткасын шағып тастаған, бүйтіп тұрады да жерге лақтыра салып. Вот солай менің соткамды шағып тастағысы келді. Мен соткамды қалтама салып алғам. Бізде, короче, ашығын айтқанда кішігірім уже агрессивный төбелес болып жатыр. Қасымызда сестрамыз бар. Сестрамыз дегенде Бекзаттың сестрасы бар. И мен айтам, мен соткамды бермеймін, Бекзат. Ты чё? 600 мыңға сатып алған, кредитін енді төлеп біттім. Мен біліп тұрмын да, потому что оны шашып тастайтын. Сосын тұрам да, мен бермеймін. Ол бер, короче. Тұрам да, мен, короче, пышақты алам да, өзім қолымды кесем, қазір мен тоқтамасан деймін ғой. И мен потом ойлаймын, мен қандай состояниеға жетіп жатырмын, уже тоқтату керек мынаны. Лампа кетті, сонымен мен өзімді қолым кеспекші болдым. Сөйтіп екеумізді сестрасы ажыратып жүр. Сөйтіп қарасам, жүгіріп барады да, удлинитель бар ғой кәдімгі. Сонымен алып сестрасы менің екеуміздің көзімше өзін қылқындырып жатыр ғой. Сен өзін ойлап көр, мен өзімнің өмірімді сол жігітке сеніп тапсырайып үйленейін деп жатырмын да, и ол тұрады да менің көзімше даже сестрасын тыңдамайды, өзінің двоюродный сестрасын тыңдамайды, удлинительмен қылқындырып жатыр. Біз деген бүйтіп жабысып алғанбыз, ол білмеймін, көгеріп, сазарып, там не знаю, вообще сондай болады. Сосын мен тұрамын да уже в шоковом состоянии. Бұл оқиға қай жерде болып жатыр сонда? Бекзаттың үй жағында болып жатыр. Сонымен тұрады да мамасы келеді, кішкене там үйдің ішінде хайвай, андай мындай. Мен ойладым да, кейін тұрмысқа шыққаннан кейін бұл жігітпен мен қалай тұрамын. Мен кейін Құдай қаласа баламыз болады, мен баламды көтеріп арқалап қашып жүрмеймін, ол үйді телевизорды қиратып бүйтіп жүрмейді ғой, болмайды олай деп. Өзім сол кезде уже шешім қабылдаймын. И мамасы келеді, мамасы келгеннен кейін уже маған уже андай, білмеймін, это нормально, ненормально, тырқылдап күледі да, что там үйленеміз ба дейді. Прикинь, бізде ана жақта андай ситуация болады, білмеймін, ана жерде бір-бірімізді өлтірейік деп, не сестраның алдында шынымды айтсам өзімді прям андай жаман сезіндім, уже беті ашылып кеткен қыз сияқты. Не мынау, Ақерке қайдасың, не істеп жүрсің деген сияқты сұрақтар болады. Мамасы келгеннен екеуміз де басыламыз. Сосын Бекзат тұрады да 180 градусқа өзгереді да, жүрші. Мен ойладым, уже мен ойымда мен шешім қабылдай алмаймын, жарайды, барсақ барайық дедім. Мешітке барған имамның алдында вообще басқаша сөйледі, мен бұл қызды қатты жақсы көремін, что-то бізде үлкен ұрыс болды.
негізі бір аптадан кейін келгеннен кейін бір аптадан кейін осы жерге келіп біздің неміз болу керек деп айтты. Неке қиюымыз негізі бұлай не хотела деп басқаша сөйлей бастады. Сонымен имам бізге андай өзінің бір жақсы жақтарын түсіндіріп өтті. Сендер бір-бірлеріңді кешірулерің керек, андай керек, мұндай керек. Бірақ бұл жерде білмеймін, барлық көрермендер түсіну керек, что оның істеп жатқаны дұрыс емес, қалай алғанда да. Хотя бұл жерде лампа болсын, адамның бекерден бекерге өзін өлтіруге тырысуы дұрыс емес. Мен алдыңғы ситуацияда ақтап алдым оны, хорошо, мені қайтару үшін деген сияқты. Типа, Ақерке, сенсіз өмір сүре алмаймын деген посылды жеткізгісі келген шығар деп түсіндім. А бұл жолы не себептен олай істейді? В чем? Мен просто таң қалдым да. Сөйтіп, типа, татуласқан сияқты болып жүреміз. Бір күн өтеді, 2 күн, сосын ертесі күн уже Бекзат эфирға барып, біздің уже ұзату датамыз белгіленіп қойған, сол күні барып эфирға барып, біздің тойдың датамыз айтылуы керек. Бірақ менде уже Ақерке уже іштей өзгерді. Потому что мен кейінгі болашағымды ойлап тұрмын да, қалай мен бұл жігітке тұрмысқа шығам, қалай бұл жігітке мен өзімнің өмірімді сен тапсырам деген сияқты. Бұл жігіт қалай менің балаларымның әкесі болады деген сұрақтар менің ойымда болады. И мен таң қаламын да сол кезде, менде андай ой болған ғой. Мен барлығын ойлағам. Мен Қосылайықты ойлағамын. Мен той көйлегін тіктірген ательені ойлағамын. Папамды ойлағам, мамамды ойлағам, сестрамды ойлағам, Бекзаттың мамасын ойлағам да, Бекзатты да ойлағам да, барлығын ойлап өзімді ұмыт кетіп, мен бұл жігітке тұрмысқа шығуым керек, потому что бәрі дайын деген сияқты. Өзімді ұмыт кеткенмін. И мен бүйтіп ойлап жатырмын. Газовать етіп отыр. Я еще халық, барлығы поддержка. Еще мен сестрам уже жылайды, мен Бекзатпен ұрысып қалдым десем. Сөйтіп мен прикиньте, мен нучоймсам былай айтайыншы, мен прикинь, үйленбей жатып ажырасу деген нәрсені ойлап жүрмін ғой сол 2 күн. Жарайды, Ерке, қазір сен үйленесің, потом если что-то не будет так, мен ажырасып кетемін деген ойлап жүрмін ғой. Қалай өзің ойлап көр, үйленбей жатып сен уже ажырасу деген нәрсені. Себебі мен ойлап тұрмын, уже мынандай жігітпен мен қалай дальше өмір сүремін. Мен ойлап жатырмын, қазір бәрін мамасы үшін, папасы үшін, там менің папам үшін, бәрі үшін тойға дайындалып қойған мен туысқандарым үшін үйленемін, потом уже ажыраса саламын деген нәрсені ойлап жатырмын да. Сөйтіп какой-то момент, короче, көзімдегі розовый очкиларды шешемін, ойланамын, Ақерке, саған зачем? Зачем бұның бәрі керек? Кейін разведенный деген статус өте жаман. Маған Қосылайықтағы той зачем? Да, мен Қосылайықты өте уважай, олардың дайындықтарын бәрін уважай. Но мен папамды ойлап зачем, да? Бекзаттың мамасы өте жақсы кісі. Оны ойлап зачем? Егер де кейін мен өзім бақытсыз болып жатсам. Соның бәрін ойладым да, бір жарты сағаттың ішінде мен шешім қабылдадым. Заттарын бәрін жинадым да, астына кетіп қалдым. Сол кезде ешкім таппай қалды. Иә, мен сестренкама звондадым. Сестрама да, папама да ештеңе айтқан жоқпын, себебі Бекзат сестрама звондаған кезде звондап жылапты, Ақерке, потому что ойлады көбісі қайтадан айырылысып, қайтадан қосылады деп. Менің семьям жақтан папамен мен бір апта сөйлеспей қойды. Барлығы ойлады, что бұл Ақерке мен Бекзаттың тағы да кезекті не істеп, бірақ мен туған сестренкам бар, Назым деген, соған айттым просто, Назым, мен что-то не хочу дедім. Менде уже айтып отырмын ғой, анау көріністі көргеннен кейін, когда он өзін өлтіргісі келіп жатыр, мен соны көргенде менде ішімде 180 градус қандай өзгеріс болды. И мен бұны вообще айтқым да келмеген, бірақ ол мені көріп жатырсыздар, қалай көрсетіп жатқан, просто тойдан қашқан адам сияқты көрсетіп жатыр. Хотя олай емес. Мен Қосылайықта отырғаныма бір 8 айдай болыпты да, бірақ сол 8 айдың ішінде маған бір 5 үміткер келіпті. Бірақ менің бір жігітпен, бір андаймен ешқандай интригам болмаған, сенімді түрде айта аламын. Именно я замуж хотела. И когда Бекзатпен бәрі басталған кезде, случайно басталып кетеді, бірақ каким-то образом бір қарасам уже халық көтеріп, бір қарасам құлағыма сырға салынып жатыр. И мен сол жауапкершілікті сезініп, до конца тойға барғым келді. Менің негізі Бекзаттың екеуміздің мировоззрениеміз бөлек екенін түсінген сәттерім өте көп болған. Потому что ол болады ғой, бір сезесің сол кезде, қойшы Ақерке, қойшы сен Ақерке 30-дасың, қойшы Ақерке ол жақсы жігіт, қойшы андай, қойшы мұндай, қойшы мамасы күшті деп бүйтіп ақтап алып келе беріп тұрмысқа шығуға қатты хотела. Потому что көбісі ойлайды, ой, Ақерке басынан бастап не хотела. Но қараңыздар, эфирда сырға салу тегіннен тегін болмайды. Мен өзімнің мамамды, ауру мамамды эфирға шақырып, оның бәрін істемеймін. Просто халық түсінбейді да, что бәрін істеген Ақерке. На самом деле мен Бекзаттың осы уақытқа шейін басында может айтқан шығарым Бекзат туралы жаман, но мен түсіндім, что еркек адамыңды жамандамау керек. И қаншама может менде кемшілігім бар, бірақ қаншама жамандықтарын жасырып келдім. И тіс туралы да сразу айтып өтейін. Тісте де мен
Бекзатты көтеру үшін айтқам. Просто арамызда мынандай болды да, мен саған возможно төлеп беремін деген сияқты. И менің инстаграм парақшамды қарасаңыздар, тіс туралы бір емес 2 пост тұр. И оны көп адам білетін шығар, бартер деген нәрсе бар. Сол бойынша часть сумма бартермен кеткенде 600-700 мың теңгедей өзім төлеп жатырмын. И мен көрермендер үшін хочу доказать қазір, Каспи приложениемде менде өзімнің төлеп жатқан рассрочкам бар. Бекзат бір айын төлеп берсе, мен төлет деп айтатын, бірақ бір айын төлеген жоқ. И менің ішімді күйдіретін нәрсе, эфирда отырып, Ақеркенің тісін мен істеп берген жоқпын деп айтқан жоқ. До конца как будто өзін, вот не знаю, қандай адамда. Давайте. Яғни тісіңді сен өзің ақшаңа істеттің. Вот жақыннан көрсетсе, я скринін көп қойсам, міне 226.866 теңге 9 айын төлегем. Барлығын өзім, тісім точно өзімнің еңбегім, нені де тапқан өзімін, стоматологияда келіскен, барлық Бекзаттың бір қатысы жоқ, тек Бекзатты эфирде жақсы қылып көрсету үшін менің женихым маған тіс істеп берді деген. Оған да өзімді кінәлі санаймын, себебі ол мен өзім аузымнан шықты. Вот. Просто я в шоке, білмеймін мен. Я жиналып қалған, и мен до конца мен андай адамым да, өзіңді жаман, қасыңдағы адамды жамандаған, өзіңді жамандаған мен тең деген қағиданы ұстанамын да. И Бекзатты соңына дейін не хотела, блин. Даже сен маған Күн патшадан естідің, мені интервьюға шақыр. Сол кезде қойшы, мен не айтам ол жаққа барғанда, Бекзат жамандап, сол әңгіме ашылып кетеді. Эфирға барған жоқсың, Ақерке до конца шыда деген сияқты не болды да, бірақ болмады. Көріп жатсыздар, мен кім болмай жатыр, мен чайкамын да, мен алаяқпын да, білмеймін, менің аудиториям, мен уже ондай сөзге үйреніп қалған, мен негативті өте жақсы көтеретін адамын. Бірақ кеше бір сөз болады маған, короче, Бекзат сторисіне былай салып қойыпты. Анау маған менің братишкам якобы Бекзатқа звондап айтыпты. Менің әпкем қандай болса да Бекзат оны гангыбас, ешекбас деп айтпашы, все мен айтпайым болды, аңдай-мындай деп одолжение қылып салып қойыпты да. Хотя ол мені олай айтуға ешқандай не имеет права. Негізі вообще статья бар. Адамды көпшіліктің алдында балағаттауға болмайды. Менде в принципе скрин барлығы бар. Оның алдындағы я могу оған заявление жазуға. Хотя мен қойшы дедім андай. Всегда бір әйел адамдар сондай болады. Ой, ол ашумен істеп жатыр, ой, былай істеп жатыр. Өзімді ақтап келдім. Бірақ почему ол менің папама звондайды? Менің папама звондап стористарында салған сияқты сіздің қызыңыз менімен тұрды деген нәрсені айтқан ғой. Папам маған сенетін адам, и ол трубканы алғанда мен бере саған болды. Мен Бекзаттың мамасына, вообще ағасына, хотя мен ағасына жалып жасауыма болады, бір рет болсын звондап біздің отношениямыз туралы айтқан емеспіз. Себебі біз ересек адамдарымыз, барлығын өзіміз шешуіміз керек. И негізі адамды айырылысқан кезде нормально жібере беру керек, жібере білу керек. Бекзат, білмеймін, каким-то образом мені жерден алып, өзі судан ақ сондай болып шыққысы келіп жатыр. И мен ініме солай айтқан, я думаю, блин, Ақерке, зачем саған сондай адамды қорғап? Зачем? Егерде мен інім мен туралы жаман ойлап жатса. И потом сен как раз сен жас қаласың. Я такая думаю, может, время пришло. Вот. Мұның барлығы саған деген бір ессіз махаббаттың салдары деп ойлайсыз ба, әлде бұл басқа нәрсе ме? Қара, мен кішкене айттым ғой, оның алдында психология жағынан кішкене зерттеген адамын. И когда адам шын жақсы көрсе, возможно, ашу деген болады. Менде де болады, сенде де болады. Ашуланған кезде, егерде мен сені жақсы көрсем, сені шақырып аламын да айтам, либо сенің өзіңе айтам. Бұндай бүткіл ашуымды мен сенен алам. Но адам өзін жақсы көретін адамын ешқашан қиянат істемейді. Оған дәті бармайды, потому что сен ол адамды іште жақсы көріп тұрасың. А Бекзатта, я думаю, ол өзінің состояниясын, менің қасымдағы состояниясын жақсы көреді. Оған менің қасымда өте жақсы. И когда ол мені жоғалтады, все, оған бәрібір. Эфирда да, помню, бір-екі ситуация болған, мен одноразка шеккен кезінде мені темекі шекті деп шығарып жіберген. Хотя там бір-екі статья болған, но мен ештеңе жасырмаймын. Реально, эфирда ол еще ютубта да жүр темекі шеккен Ақерке деп. Вот солай тұрады да эфирда тұрады да бәрін айта салады, потом тұрады да өкінеді. И когда эфирда последний эфирдан кететін күні көзіне жас алып мені шақырды еді ғой, оның алдында менде такой видеолар бар. Олардың семьясынан такой құтылғаныма үшкір. Ойбай, семьясының бәрі наркоман деп андай былай айтады да, потом тұрады да өкінеді. И мен эфирда отқан кезде кішкене күлкім келді, себебі ол состояние мен уже талай рет көргем. Ол мен алдында талай рет сондай
бір нәрселер қателік істейді да, тұрады да түк болмағандай кешірім сұрайды. Олай болмайды. Адам деген бір істеген ісінен сабақ алу керек. Ол сабақ алмайды. И қазірде күшті нәрселерді айтып алады. Қазір мен ойлаймын, енді мынау интервьюді көргеннен кейін ол күшті андай статистикасы көтерілетін нәрселер шығарады. Ол мені тіпті андай там сенің голый суреттерін шығарам деп қорқытқан тоже. Возможно, күтіңіздер. Хотя менің страницамда купальникпен түскен суреттер өте көп. Сондықтан мен басында кішкене бетіп мамам, папам үшін уайымдаған болатынмын, бірақ қазір уже өзіме кішкене, возможно, хейт жинап аламын. Өзіме кішкене там статистикам көтеріліп қалады, но Бекзат, сен бұны көресің деп ойлаймын. Пожалуйста, айтатын нәрсен қалмады. Сен өзің, честно говоря, мәжбүрледің. Я вообще не хотела, честно прям. Потому что мен өзімді интервью беру үшін андай бір ақылды адамдар береді ғой интервью. Сол кезде ғана келем деп ойлайтын да, зачем мен интервью беріп деп ше. Но так получилось. Жақсы. Сен Астанада жүрген кезде, мен Бекзаттың өз басым стористарын постоянно қарап отырамын. Сол кезде бір неше түрлі заттар айтты. Сен туралы да жаңағы ерін істетіп жатыр екен, басқа жерін істетсін деген сияқты. Миын істетсін. Миын істетсін, басқа бір нәрсе тіктірсін деді ма, бір нәрселер айтты. Бұның барлығы не үшін деп ойлайсың? Ол кезде сендер екеуің сөйлесіп ұрысып қалдыңдар ма тағы да? Сондай бір связь болды ма? Бекзат екеуміз негізі сол мен Астанаға кеткеннен кейін максимум бір 2 рет сөйлескен шығармыз. Бір рет, может, эфирда кезінде Альмира ханым там қасына тұрып сөйлескен, потом бір рет там қоймай қойған кезде алған, не болды деген сияқты. Одан кейін мүлдем Бекзатпен сөйлескен жоқпыз, бірақ менің қыстық киім, мен айтып едім ғой, кімдердің Зухралармен бірге тұрған болатынмын. И Зухралармен тұрған кезде бір күні жұмыста жүрсем, Зухра маған звондайды, ойбай, короче, біздің киімдер подъездің алдында жатыр. Келсем, короче, киімдерім бәрі жатыр. Сол кезде менің Бекзаттың үйіне часть киімім, қыстық киімдерім, сосын сырға салудағы қосылайық берген сандық, мен оны Таразға алып кеткен жоқпын, себебі зачем ол жаққа барып, если ол қайттан осы жаққа келетін болса деген сияқты қыстық киімдерім, етіктерім соның үйінде тұрған, потому что мен квартирадан квартираға көшіп жүрем. И сол киімдерімді ол маған звондап айтады ғой, келіп алып кетпесең, киімдерің, короче, далада қалады. Келді, киімдеріңді алып кет. Еще Бекзаттың үйінің кілті менде болатын, потому что барлығы білетін шығар деп ойлаймын, Бекзаттың үйіне часто барып тұратынмын. Часто барам, и маған үйінің бір кілтін беріп қойған. Айтады, мысықты әкеп бер, моққын әкеп бер, короче, әр жерден ілгіз дейді. Келсең кел, келмесең, короче, киімдерің далада қалады. Ең бастысы оны сенімен жолығу мақсаты. Возможно, жолығуда кел, короче. Ал мен оны келемін де, понимаете, мен Бекзатты көргім келген жоқ. Үй тұрамда өзінің туған сестрасы деп маған алдындағы сестрасы Дикоға звондаймын. Осындай заттарымды хотела забрать. И мамасына ескертіп қояды, и Бекзат жоқ кезде барамда буквально 5 минутқа үйіне кіремін, заттар пакетте салынып тұр, тез аламын да, сыртта сестренкам күтіп тұрады, таксиге аламын да кетіп қаламын. И соны ол якобы үйіне кіріп, мен тонап кеткендей қылып шығарған. Даже сағатым ақшам жоғалды. Оны қосып плюс айтсаған. Потому что, знаете, ол қалай мен не үшін айтқанын білемін, потому что Бекзат бұрында екеуміз жүргенде былай айтатын, біреудің үйіне, біреудің личный заттарына тисе болмайды, мен любой уақытта үстіне қосып айтып жібере саламын, жоғалды деп. И сол системасы мен өзіме келіп айтып тұрды, маған зачем оның заттар? Мен наоборот, оның үйінен алып кеткен часть косметикамды подписчиктарыма тарап тастадым. Маған личный зат керек емес қазір. И оның үйінде мамасы болды, и өздерінің үйінде кішігірім уборка болып жатыр екен. Мен мамасынан сұрайында, мама, что-то сіздер көшін деп жатсыздар ба? Жоқ, бізде андай кішігірім уборка. И соның бәрін бүйтіп түсірген ғой, короче, типа ақерге келіп үйін бәрін ақтарып төңкеріп. Я даже могу показать переписку с сестрасымен бірге. Да, ақерге Бекзат жоқ кезде үйден бар, мама бәрін дайындап қойған, алып кет деген нәрсе әңгімелері бар. И мен жынды емеспін да, біреудің үйіне рұқсатсыз кіремін, тем более Бекзаттың үйіне да, потому что біздің арамызда сондай ситуация. И все, солай әңгіме шыққан, и бұл жерде оның системасын түсінгенге тұр, потому что он так хотел. Мен Бекзатқа попросить етемін, Бекзат үйіне бар, киімдеріңді алып кетейінші, и ол мен басында тұрады, на, забери твои шмотки, ты такая бірдемсе, там аузына кейін оттап, мені хотела үйден теуіп шығарғысы келді. Ондай ой орындалмай қалды, и он такой жынданып, там, не знаю, Айза мен там Сұлтанның қол шоқпары болып, там солардың телеграм-каналында мені өсектеп, зачем өзіңді түсіріп, там олар саған қанша ақша 5000 теңге берді ме, солай реклама жасаған үшін. Білмеймін, өзінің дәрежесіндегі может адамдарды да тауып алған шығар, потому что мен бір ренжігенім, Айзады там типа ақырке саған тісін істетіп берді ма, өздерінің там ойын ақша жарнамалайтын нелермен араластырмаңдар. Мен просто күлкім келді да, зачем оның бәрін істеп.
и сол сен арқылы интрига сыйлап иә, мен потому что барлығын маған жіберіп отырды, типа барлық шындық там неде, әлі шындықтар шығады, Ағарке менімен бірге тұрды, телеграм-каналға өтіңіздер, таң қарасан бұндай да сындай, короче. И мен түсінемін да, Бекзаттың өзінің телеграм-каналы болса, но зачем біреудің там, не знаю, берген там 5000 теңгесіне олардың каналын рекламалап, ну, короче, солай. Жақсы. Сосын барып, Бекзаттың тағы бір пікірлерінің біреуі, Ағаркенің үйіндегілер Ағаркені ұзатып та бере алмады маған деген сияқты сөздер бар. Ондай бір проблема болған ба? Жоқ, біздің үйде ондай проблема жоқ, бірақ бізде мынандай болған, біздің той негізі 3 рет отмена болды, бірақ әрқайсының өзінің себебі болды. Бір отменасында прям біз жақтан не болған жоқ. Потому что, ну, біздікілер как хотели, просто бір ай бұрын алдын ала предупредите. Потому что біз бір ұрсамыз, қосыламыз, сестрам Астанадан келу керек, и папа айтты, менің үлкен сестрамды алып қашып кеткен, одан кейін сестренкам Орысқа тұрмысқа шыққан, и айтты да, осы Ағарке қызымды ұзатып бергім келеді. Просто екеулерің маған алдын ала айтып қойыңдар, бір ай бұрын, мен хотя кішкене дайындалып үлгерейін. Сол үшін, возможно, там через месяц деген отмена болған шығар. А так менің семьям любой момент. Потому что сен отбасын дайындалып жатса, сендер ұрысып қала бересіңдер. Иә, дайындалып жатады, сосын отмена болып кетеді. Потом бүткіл туысқандарға отмена жасайды. Папа даже маған ұрысқан кездер болған. Ағарке, мен уже бүткіл там коллективіма таратып қойдым, сен мен зачем позор қыласың деп. И мен бір жағынан, знаете, когда тұрмысқа уже хотела, папаны ойладым бір жағынан. Папаны уже, маманы уже, туысқандардың алдында уже позор білдім, осы жігітке тұрмысқа шыға салайын. Потом көрем, айырылсам өзім мойнында деген сияқты. Папалар мені вообще хотели. И мен сестрам, когда мен Астанаға кеткен кезде жылады отырып, потому что бізде де бәрі дайын болды. Қаншама задаток күйді, ресторанда, тойда барлығы дайын болатын. Просто мен короче, мен Астанаға кеткен кезде Бекзатпен бір рет сөйлесіп қалдым ғой, сол кезде маған Бекзат бүйтіп айтады: сен деген менің мамамды ойламайсың, сен әкеңді ойламайсың, шешеңді ойламайсың. Мен айттым, мен уже шаршап кеттім, мен айттым, ойламайын дедім. Мен папамды да ойламаймын дедім, мамамды да ойламаймын. Сен мамаң, даже мен әпкемді де ойламаймын, мен даже сені де ойламаймын. Сонда мені кім ойлайды дедім. Мен өзімді ойлаймын, вот мен эгоистпін дедім. Все, он такой көтеріліп кеткен, да, сен эгоист, потому что он меня довел сол состояниеға дейін. Негізі біз жақ дайын болмады деген өтірік әңгіме, потому что дайын болмаса менің семьям келісімін бермейтін еді. Бізде қаншама рет ұрыс болды, менің сестрам ондай. Даже менің сестрам Бекзат эфирда сестрам туралы жаман нәрселер айтты ғой. Соның өзінде де мен сестрам жарайды қойшы деген сияқты, өзінің қалауы өзі деген сияқты, даже соған да қарсы болған жоқ. Егер де қарсы болса, возможно, сол кезде айтатын еді. Мамам эфирға келді, сырға салуды болды. В принципе, барлығы нормально келе жатқан. Екеуің айлысқаннан кейін барып, екеуің страницаларыңа мен кіріп қараймын андасында. Сол кезде қарасақ, сен бір бақытты ғұмыр кешіп жатқан сияқтысың да, Бекзат бір жылап жүрген сияқты. Бұл шынымен де сондай ма, әлде бұл бір кішігірім маска ма? Жоқ, ешқандай маска емес. Менде бандайда как осознанный адам сияқты жүремін, потому что бұл жол айырылысқан кезде мен айтып отырмын ғой, көзімдегі қабат роза шекелерді шешіп, былай тура қарадым, бұл менің адамым емес, маған осындай нәрсе істеді деген сияқты. И когда уже менде басында, знаешь, андай безразличие болды. Ну, айырылыстық, там Бекзат өткен адам деген сияқты жек көрініш, либо жақсы көру ештеңе болған жоқ. Но когда последний событиялардан кейін от любви до ненависти один шаг дейді ғой, менде қазір уже только ненависть. И мен стараюсь тоже сонымен жұмыс істеуге, потому что бір адамды жек көріп дальше өмір сүре алмайсың. И мен одан кейін айырылысқаннан кейін наоборот өмірімде өте жақсы жағдайлар болып жатыр деп айтсам болады, потому что как бы энергиям көбейген сияқты да, как будто білмеймін, андай айтып түсініксіз, барлығы өте жақсы менде. Мынандай бір сұрақ қойыншы, Бекзатқа деген махаббат қай кезде сөнді? Бекзатқа деген махаббат, знаете, мен өтірік айтпаймын, махаббат болды, но даже қай кезде сөнді деп айта алмаймын, постепенно сөнген сияқты. Потому что қазір көңілің қала берді. Иә, менде бір ситуация қатты есіме түсіп тұр. Біз екеуміз эфирда ұзатудың датасын айтқаннан кейін такой екеуміз эфирдан күшті болып шыққанбыз. И төмен қарай, короче, тамақ ішуге келе жатыр. Сөйтіп өзімен өзі маған тиіседі, білмеймін, сондай бір әдеті бар, өзі бір настроение жоқ. Сөйтіп мен сумкамды қолымнан сатам, мен сумкамды алады, бүйтіп бұрылып қалған кезде, короче, мен оны ренжіп қаламын да, бұрылып қалсам, мен сумкамды алып жерге лақтырып жібереді. Просто так, не знаю, обычная ситуация, ну қалай ол сен сумкаңды жерге лақтырып жіберді. И сол момент қатты жүрегімде қалып қалады. И каждым разом солай да. И когда мен уже кетуге шешім қабылдаған кезде, мне уже легко болды бәрін жібере салу, потому что он каждый раз уже
көңіл деген қала береді екен. Ол еще бір көңіл қалса, оны жібере алмайды екенсің да, уже разочарование дейді ғой, сондай болды менде. И последний раз, возможно, мен жаңағы последний ұрыста тек қана лампа сондайлар айтып отырмын, негізі ол жерде өте андай менің тарапыма артық сөздер айтылған. Себебі Бекзат эфирда отқан кезде естеріңізде болса, Ақерке менің типа көзіме шөп салды деген сияқты әңгіме болған. Бір екі жігітпен Көктөбеге кетіп қалды деп. Негізі ол тема біз екеуміз таныстық басталған кезде ма болған. Мен өзім туған сестренкамның, бір таныс жігіт, төртеуміз просто Көктөбеге барып андай дронмен видео түсірген болатынбыз. И ол кезде мен Бекзат өзі неге сол мегаға апарып тастайды. Мен сол жігіттермен кетіп қаламын. И хотя ол кезде бізде ешқандай таныстық, даже жұп болмаған едіміз да. И мен айтамын да, Бекзат, зачем сен сол кезде, егерде сол ситуацияны жібере алмайтын болсаң, и сен оны как бы измена деп санасаң, почему маған жұп болуға ұсыныс жасадың? Почему оның бәрін жібердің? И он андай типа ең соңында мынандай жақында болған сияқты айтты. Иә, ол как будто екеуміз үйленгеннен кейін сырға салудан кейін болған сияқты айтып тұр да. Хотя ол басында болған нәрсе. И мен сол ситуация негізі өте көп шығады біздің алдымызда. Мен айтамын да, Бекзат, давай по-мужски, мен айтам, егер де сол ситуацияны жібере алмайтын болсаң, давай сол жігіт тауып аласың, ішесіне шақырып отырасың да, братан, что там, Ақеркені сен қаяқтан танисың, мен осы қызды алайын деп жатырмын, просто маған айтшы деген сияқты сұрашы, блин деп айтамын, потому что мен де устала десем, жоқ, сұрамайды, просто маған олай тисе береді, шықып тисе береді. И солай көрсетті, хотя менде қосылайыққа барып, там басқа жігіттермен интрига, менде ештеңе болған емес. Мен өзімнің там өткір пікірлеріммен Ақерке, и потом Бекзат екеуміз там махаббатты ұрсамыз, тоқырсамыз, сонымен кеткен адамын. А так менде бір там ақпарат келіп, бір ондай нәрсе болмаған. Мен Бекзатпен қалай қосылдым, до конца сонымен бірге. Возможно, там пендеміз ғой, бір-екі там қателіктер болған шығар, но не жігітпен емес, но измена емес. Мен потому что 30-дағы қызбын да, и мен қайда барамын, қандай жол таңдадым, мен полностью осознаю, там 18 жасар қыз емесім ғой, былай кетіп қалатындай. И вот солай жеткізгені менің тоже көңіліме тиді. Ну зачем деген сияқты. Бекзат қазір сені іздеп жүрген сияқты, негізі сөйлескісі келіп, мен байқаған бойынша. Иә, негізі Бекзат хабарласып тұрады, потому что ол менде блокта, барлық жақта блокта. Мен жамандап алады да, потом маған звондайды. В какой-то момент ашуланады да, қайтадан звондайды. Мамасының номеріне звондайды, менде қазір пропущенналар тұр. Скрытныймен звондайды, менде номер определителі бар. Мен просто мен ол немен не үшін сөйлескісі келеді, я так думаю. Не айтады маған сонша нәрсе істегеннен кейін, мен онымен зачем сөйлесіп, мен даже сөйлескім келмейді, мен даже онымен кездескім келмейді, понимаешь, менде такое прям разочарование, мен даже онымен сөйлесіп көргім де келмейді, білмеймін. Возможно, стараюсь максимально кездеспеуге, жүздеспеуге, себебі өзі де біледі ғой, мен бір жерде отырамын, кетіп қалғаннан кейін только сторис саламын. И, наверное, Астанада тоже біраз уақыт болатын шығармын. Мүмкін сен кездесіп қалсаң, махаббатың ашылып кетеді деп қорқатын шығарсың. Жоқ, ондай жоқ. Менде махаббат деген вообще ізі де қалмаған, менде ондай адамды уже көргім келмейтін состояниедамын. Болашақта екеуің қосылып қалады деп ойламайсың ба? Жоқ, мүлдем. 100% емес, 200-500% могу гарантировать. Мен егер де қосылсам, мен өзімді кешірмеймін, потому что мен через себя уже аттап өткен сияқты боламын. Потому что маған адам сонша қиянат жасайды, сонша мені балағаттайды, сонша мені жерге таптайды, намысымды, арымды. Потому что жақсы көрген адам, мен оның невестасы болдым ғой. И ол просто адамды жақсылап жіберу керек та, мен сияқты. Мен басында хотела, но он мені сонша жерге таптаған адамды мен никак кешіру мүмкін емес. И, возможно, ол соны түсінбейтін сияқты ма, или мен вообще негізі Бекзатты кейбір кезде түсінбей қаламын. Вообще қандай адам, логикасы қалай бәрін неғылып алады да, потом что-то хочет поговорить, да, не знаю. Странно очень. Бұл сұрақ не үшін қойып отырмын, өйткені алдында Күнпатшамен сұхбат жасаған кезде, по-моему, эфирдің ішінде ма, сыртында мен одан сұрадым да, осы екеуің туралы. Қалай ойлайсың, сенің подругаң ғой деген сияқты. Сол кезде Күнпатша айтты да, негізі бір-бірін жақсы көреді, болашақта қосылады деп ойлаймын деді да, ол. Содан кейін барып мен де ойладым, что мүмкін. Ну, басында негізі, когда Күнпатша осы жаққа келген кезде, он такой, мен қорқтым, честно, Күнпатшадан, потому что сейчас Бекзатқа звондап, ерке осында мен қасындама деп мен айтам Күнпатшаға, ойбай, айтпа, ойбай, бүйтпей. Потом уже, мен подругам, в любом случае, ол менің сырларымды біледі, мен оның сырларын білемін деген сияқты. И біраз нәрсе айтылғаннан кейін, он такой, жағасын ұстады ғой, я такая, Ақерке, тебе поддерживаю, деді, все. Райынан қайтып қалды ма? Иә, райынан қайтты. Бекзат туралы сұрақтарымыз негізі почти бітті, негізі бәріне жауап бердім деп ойлаймын.
сен инстаграмға қарасақ, кім болып жұмыс жасайтының белгісіз. Енді табыс бір жерден келу керек қой. Сол табыс көзі қай жерден келеді соны сұрайын. Табыс көзі дегенде мен негізі визажистпін, бірақ визажист болған кезде қазір Астанада болғаннан кейін 2 айдай мүлдем жұмыс жасаған жоқпын, бірақ өзімнің осы Алматы қаласында істейтін определенный салоным бар. Ол жерге тек қана по записи шығамын, и как бы клиенттерден ақша алғаннан кейін мен ол клиенттердің түрін түсірмеймін, жұмысым осы деп. И в основном менде өзімнің рекламалар аламын, сол, потом өзімнің тағы да 1-2 жерде жұмыстарым бар. Кейде болады, кейде болмайды деген сияқты солай табысым. Но қазір уже именно визаж саласына жақсы көңіл бөлгім келіп жатыр. Именно бірақ қай сторонасы екен, возможно, кейін өздеріңіз көре жатарсыздар парақшамнан. Өткенде осы жақында сен Алматыға келген кезде сен Күнпатша айдына үшеуің видеоларың бір инстаграмда тарап жүрді, который сені мас деп астына жазып отқандар бар. Ол кезде шынымен де ішімдіктің бойында ма қалай? Негізі ол видео кәдімгідей тарап кетті. Негізі ол видеоның үшеуің тренд түсіріп тұрсыңдар сол кезде. Ол күні негізі үшеуміз кездесіп қалған болатынбыз, күшті отырыс, қасымызда Данияр болды. Негізі ол кезде ешқандай ішкен жоқпыз біз. Негізі оның оригиналы менің өзімнің TikTok парақшамда, соны көрсеңіздер болады. Ол жерде кішкене бүйтіп сүрініп кеткенімді Айдана алып өзінің Instagram парақшасына салып жіберді. Сонымен короче ақерке мас па деген сияқты. Оны да қатты бүйтіп көңіліме алмаймын, себебі ол жерде өзімнің қандай состояниеде болғанымды өзім жақсы білемін, и в принципе нормально все. Жақсы. Жалпы енді сондай бір ішімді клуб туралы, сен туралы бір айтады ғой, бекзат андасында, сол сұрайын деген ғой. Негізі жаман әдеттерге қалайсың? Негізі айтайын, клубтың темасы именно менің темам ғой, мен бұрында отқан кезде айтатын күйеуіммен барам деген сияқты. Бірақ мен ол теманы бүйтіп қоштағанмен мен үнемі сол жақта жүрмін деген, мен принципе парақшамнан көретін шығарсыздар, қайда жүргенін бәрін жасырмай істеймін. Бірақ мен айтпаймын, что там ішпеймін деп бүйтіп өтірік алдамай ақ қояйын. Вино алдында ден көрді да, мен өзім Инстаграм парақшама салған болатынмын, бокал вина можно деген сияқты. Сондай моменттер болады, ал бірақ темекі шегу, там определенный уақытта ішіп тұру, ондай жоқ менде. Ақеркені біз болашақта келесі сезондардан эфирден көруіміз мүмкін ба? Негізі ол туралы ойлап көрген жоқпын, бірақ кеше сондай бір сұрақтар болып қалды да, тойда сосын что-то барғың келе ма деген сияқты, и қалжыңдап, менен жігітің бар ма деп сұрайды, сосын я такая, жігітім жоқ, сосын келесі сезонға барам деп айтып қалдым деп, потом думаю, зачем айттым деген сияқты. Ешқашан деп айтпа дейді, бірақ қазір негізі планым бәрі шетелде, но ешқашан деп айтпаймын. Бәлкім мені алып жатса да, егерде редакция может не хочет деген сияқты, но менде қазір прям планда барғым келеді деп айта алмас едім. Мен потому что больше шетелге хочу. Өзімді андай басқа жағынан сынап көріп, андай қиыншылықтар, сондай больше нравится маған. Жақсы. Мына жақта енді кіммен бірге тұрасың негізі? Бұрында енді Зухрамен тұрдым деп айттың. Да, Зухрамен мен какой-то период тұрдым, 1 ай ғана. Одан кейін өзім тұрып жүрмін, мен бұл жақта папаның туысқандары өте көп. Менің туған сестренкам бар, Лаура деген, қазір соның қасындамын. Ол осы жақта тұрады. Оның адресін Бекзат білмейді. Адресін білмейді. Білмеген дұрыс, да. Потому что кеше еще парақшасына өйтіп салып қойыпты, көрсек те болады деген сияқты. Я такая, зачем? Не хочу. Адресін астына жазайық па? Иә. Негізі айтайын, просто мынандай ғой, өмірде идеальный адамдар жоқ. Я не идеальный, он тоже не идеальный. Просто мәжбүрледі адам. Просто шындықты айтуға, потому что тойдан қашты, Чайка деген ат маған уже надоело. Потому что тоже бір шектен шықты. Иә, шектен шықты. Еще бір мынандай бір не бар ғой, мен шуба алып берді деген сияқты. Бір страницамда менің бір магазин бар, соның парақшасында біз типа шуба таңдап жүреміз. Ол да тоже бізде как бы реклама болған. И оны мен өзім алғамда, и мен андай адамында қасымдағы адамға тоже там мен жақсы болсам ол жақсы болады деген сияқты, тоже как Бекзат беріп жатқан сияқты көтеремін да. На самом деле бартер деген нәрсені сен түсінесің, и біздің арамыздағы көп нәрселердің барлығы по бартеру. И, возможно, ол сыйлады, там, не знаю, атап өткен 101 роза сыйлады, там, мамасының алтындары, и маған туған күніме цепочка сыйлаған, и сол ғана ақша шыққан шығар, но 1 жылдың ішінде, хотя ол жігіт маған сыйлайды ғой, зачем оны айтып дейін да, қалған менен де шықты, одан да шықты бартер, зачем санап. Өткенде сторис салды ғой, менің сырға салуға, берген сырға қалғанымды ломбардқа өткізіп, қыдырып жүр ау деймін деген сияқты. Негізі
білмей бүйтіп андай көп енді негативный информация жіберіп жатыр да. Хотя оның алдында біз Египеттен Дубайдан кейін екеумізде бір үлкен айырылыс болған. Сол кезде мен мамасымен кездесіп, все, Бекзат екеуміз айырылыстық деп, мамасының қолына сырғалар тапсырып кеткен болатынмын. И потом қайттан қосылдық, қазір сырғаларым бәрі маған қайтып, потом бұл жолы думаю, зачем мен қайтаруым керек? Олар маған тағылды, и ол менің сестренкамның айта беріңізші 80 мыңдық лампасын сындырып тастады. И мен оған зачем? Менің наушнигім, там зарядкам, по мелочам айтпай қойын. Тұратында мен просто сумкамды лақтырып жібере салатын, и мен ішінде косметикаларым сынып қалатын. Бір рет болған солай. И мен ойлаймын, зачем мен андай типа андай аппақ боламын, егер де ол мен туралы там халық мен туралы жаман ойлап жатса. И мен тұрдым да, сырғалар қайтпайды. Мен оны сатамын да, сестренкама алып берем деген сияқты. Ол айтқандай ол алтындар ломбардта емес, менің өзімде, олар әлі сатқанда жоқпын, оған күн көріп те жүрген жоқпын. Құдайға шүкір өзімнің күн көретін табысым бар деген сияқты. Астанада тұрса менің бауырларым бар деген сияқты. И возможно, негізі мен кішкене күттім Бекзаттың тарапынан лампаны қойып береді деген сияқты. Себебі ол лампа үшін сестренкамыз біраз сөзге келіп қалдық. Ол маған айтады, Ақерке, сен маған қандай еңбекпен алғанын білесің ғой деген сияқты. Мен айттым, мен саған оны орнына қойып беремін, бірінші Бекзаттан күтейік деген сияқты. И Бекзат оны вообще даже ол ойлайды, что ойыншық ол деген сияқты. Сонымен ол алтындар менде ешқандай қайтпайды, типа көрермендер айтып жатыр ғой, таққан алтынды қайтар деген сияқты. Возможно, кейбір қыздар өздерін бағаламайтын шығар, оған недостойнамын деп. Ал мен өзімді ойлаймын, ол алтынға мен достойнамын деп. Потому что менің уақытым кетті, ол жігіт басымен сондай мелочь нәрселер санаса, ол жігіттің проблемасы да. Мен басында бір рет қайтарып бердім, но зачем, қазір маған соншама қиянат жасап жатса, и алтындарды қайтармаймын. Іштеріңіз күйіп кетсін, жарылып кетсін. Ол алтындар менде қалады. Жалпы осы соңғы айырылысқандарыңды Бекзаттың мамасымен тығыз байланыстасың ғой. Ол кісі қалай қабылдады? Негізі дұрыс жағынан қабылдады. Анау стористар салынды ғой, Бекзат үйді тонап кетті деген кезде мен Зухраның үйінде болатынмын. И сол ситуациялардың бәрін Зухра өз көзімен көрді. Сосын айтады, Ақерке, ты чё, мамасына звондап айтпайсың ба? Я говорю, мамасын как бы тыңдамайды ол деген сияқты ше. Сосын мен кетіп қалсам, уже Зухра Зухра екеуміздің арамыз өте жақсы да, и звондап Бекзат мамасымен сөйлескен ғой, типа не үшін олай істеп жатыр деген сияқты. Сөйтіп мамасы айтқан, балам мені тыңдамайды деген сияқты. Потому что Бекзат, мен мамасымен өте жақсы сөйлесемін, и даже мен мамасына могу звондап та, мама олай болған жоқ қой, мен сіздің алдыңыздан өтіп алып кеттім ғой деген сияқты. Бірақ мен олай істемеймін, потому что мен білемін қалай екенін, потому что Бекзат мамасын тыңдамайды. Потому что Айза мен кімнің несін вышка дейма қандай этот нелерін телеграм каналын реклама жасап жатқан кезде мамасын тоже как бы өз мамасын өзі пайдаланды ғой. Мамам арт қарап жатыр, маманың давлениясы көтерілді. Хотя олай емес, мамасы ауырғанда жоқ. Мама кірген кезде мен нормально шығарып салды, қызым там давай дейді. И айырылысқаннан кейін де мен маманың өзімен звондап сөйлескен болатынмын. Маған ренішіңіз бар ма деп едім. Жоқ деп айтты. Потому что кейін бәлкім сендер үйленбегендерің дұрыс шығар. Кейін екеуің үйленіп жатсаңдар, бір-бірлерін Құдай сақтасын бірдемесе істеп қойғанша лучше осы жерден тоқтатыңдар. Себебі сендердің тойларың бір емес, 3 рет отмена болды. Бәлкім там Алла не хочет, да? Сол айтқанын мамасы маған, полностью, білмеймін, может, кішкене реніші бар шығар, өзімнің балам егер де екеуі бірге бола алмайтын сезсе, почему басында қоймады деген сияқты. Менің бір нем өткенге өкінішім, сол Дубай мен неден келген кезде қайттан қосылдық, сол кезде қосылмауым керек. Потому что мен сол кезде өзіме бір қатты сенімді болғам, что он не мой деген сияқты. Бірақ ол там Таразға барды, Астанаға барды, сөйтіп как бы өзгерген сияқты, қатты былай не алған кейін. Болады ғой, адамға бауыр басып қаласың, соның жетегінде кешіріп сөйтіп қосылғанымыз бар. Сол кезде тоқтатуым керек мен. Ол сенің қателігің? Мен мойындаймын қателігімді, потому что мамасы да, мен түсінемін, екі жақтан үлкен дайындық болды. Мамасын да, потому что көріп жүрдім мен күнделікті қаншама, бірақ я тоже не могу өзімді там жертва қылып, потому что мен үлкен андай жаман нәрсеге куә болдым да. И мен өзімді өйтіп тастай алмаймын, себебі кейін үйленгеннен кейін мен ажырасатынымызды біліп тұрмын, себебі, потому что мен ондай адаммен бірге бола алмаймын. Не знаю. Қалай ойлайсыздар сіздер, это нормально, что адам, даже екінші қайталап айтқым келмейді. И бұл жерде де қазір
былай көрініп қалуы мүмкін, что ақерке өзін идеальный бекзатты там жерден алып жерге салып жатыр. Мен өзім идеальныймын демеймін. Егер де бәлкім сол ситуация болмағанда бекзат екеуміздің арамызда той болатын еді. Просто ойлаймын да, все, что не делается к лучшему. Бәлкім бір рет көзімізден неғылды болмайды деді, 2 рет от мені, 3 рет от мені, и бекзат та ақерке де естеріңді жиыңдар деп екеумізге сондай бір не берген сияқты. Возможно, бекзат айтпақшы, өзін шығармайтын қыз керек шығар. Мен бәлкім бекзатты түсінбеген шығармын да, бірақ мен хотя стараюсь оны максимально ақтауға, но жақсы көрген адам ешқашан қиянат жасамайды. Мен бекзатты барынша бұл нәрселерді ешқайсысын айтқым келген жоқ, себебі екі ересек адамдарша екеуміз бір-бірімізді жіберіліп грамотно айырылысып кетейік дедім. Сол үшін де эфирға барған жоқпын. Диана ханымдар айтпақшы, кішкентай қыз емес қой, то Астанаға қашады, то Алматыға қашады. Хотела сол күні барып, телевизорда айтқан өте бөлек, потому что интервьюді там кішкене адам көреді, но 18 миллион халықтың алдында не хотела жамандау. Жарайды, еркек жаман бола салсын деп бет кетіп қалған адам болды. Бірақ барлықтарыңыз көргендеріңіздей алаяқ, ешақбас, гәңгібас, не болмай жатырмын. И менің просто бауырымның алдында өзімді мен түсіргім келген жоқ. Кеше салып атқан стористар, папаға звондағаны бар, өте төмен, просто адам айтып отырмын ғой, грамотно жіберіп үйреніп. Тем более ол шалбар киіп жүр ғой, ол мужчина же. Маған жарасады, мен әйелмін, там ренжіп бірдемесе айтсам, но оған білмеймін. Қанша ақтап алуға тырысам, но никак не получается. Мынандай бір сұрақ қойыңызшы, екеуің ара-қатынастарың енді где-то 1,5 жылға созылды, ұзақ уақыт болды ғой. Иә. Соның арасында отношенияда енді біз бекзаттың кемшіліктерін түсіндік. Сенің өзіңнің тарапыңнан қандай бір кемшіліктер болды деп ойлайсың? Менің тарапымнан, возможно, мен кішкене андай ашуланшақпын. До конца тыңдай алмаймын, и кішкене онандай ашуланып тұрған кезінде бас алмаймын да. Менде такой не деген сияқты. Я сондайым бар. Но ол моментте тоже болады ғой, бір мен идеальный ара-қатынас жоқ жерде. Мен оны түсінемін, мен оны білемін, ұрыс по-любому болады. Бірақ менің түсінігімде вот этот қирату, заттарды лақтыру, шашу, әйел адамның кішкене еркелігін көтере алмаймын. Мен потому что мынандай әдетім бар. Ұрысып атқан кезде мен бұрылып кетіп қаламын. Артық лишний нәрсе айтқанша лучше мен бұрылып кетіп қаламын, ашуым басылған кейін қайтып келемін деген сияқты. И мен бұрылып кеткен кезде оның бір айтатыны маған арт қарап бұрылма. Ол бұрылса бітті. Мен оны сыйламағанмын, мен оны там еркек ретінде там түсірген бәрі болады да. Иә, ол алады да, маған айқайлайды, мен оған айқайлаймын, артық нәрсе айтылады. И, алады да, жанымдегі тұрған заттар тұрады. Сол кезде такая, ұрасың мен давай ұр деп такой шығам. Сонымен, хотя ол маған тиіспейді. Тиіскен емес, бірақ ұрды деп айтпай қойын, ұрған жоқ. Болған проблеманы сол жерде неге талқылап тастамасқа? Потому что ол шешілмейді ол жерде. Бір-бірімізге дауыс көтереміз. Возможно, мы пытались. Негізі екеуміз бірге бола алмағандығымыз, может, біз екеуміз әртүрліміз, мировоззрениеміз әртүрлі. Ол определенный ситуация мынандай көтерді, мен оны мелочь көремін. Ол мелочь нәрсені былай не алады, мен болсам. Екеуміз ситуацияға екі бөлек қараймыз. И компромисс жоқ бізде. Біз всегда ұрсамыз, там татуасы, естімейміз бір-біріміз. Ол мені естімейді, мен оны естімеймін. Бізде всегда солай болады. Жас мәселесі кедергі болған жоқ па? Бәлкім, ойлаймын, бәлкім жас мәселесі де бар. Бірақ мен бұл жерде жас мәселесі прям махаббатқа кедергі деп айта алмаймын, адамға байланысты. Возможно, бекзаттың осы уақытқа шейін там несі, миындағы ойлары, там алған тәжірибесі именно менікімен не совпадало. И соны басында түсінген моменттер болды менде, бірақ қандай болады ғой. Оның отношениясы күшті, такой эфирда күшті подход жасайды. И потом ойлайсың, ақырге сен 30-ға келдің, давай замуж. И потом мамалар айтады, что-то сен замуж не хочешь, олар айтады. Потом халық көтереді, күшті парасында, потом сырға салынып қойды. Соның бәрі не қыла берді, потом думаю, ақырге стоп, идеальный жоқ, сенде не идеальный, давай көтінді қыз деген сияқты. Все. Солай кете берді. Но были моменты, что мен ақырге ты че, сен түсінбей жатыр, зачем, қалай деген сияқты кездер болды менде. Бір-бірің түсінбейсіңдер, бұлай семья болмайсыңдар деген сияқты. И көбісі айтады да, ақерке ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды деген сияқты. Бұл жерде қандай шайнек сәугім сылдырлап тұрған жоқ, көп адам ойлайтын еді. Бұл жерде үлкен проблема.
мен ойлаймын адамның миында үлкен проблема. Возможно, Бекзат ондай емес шығар. Возможно, андай болады бір адамдар вспыльчивый, там бір жерде бірдемесе көрсетіп қалғысы келеді. Может, сондай шығар, может, Бекзатқа вообще басқа адам керек шығар, мен солай ойладым да. Бәлкім бұл бізге берілген сынақ шығар да. Мен өмірімде өте үлкен сабақты алдым. Кете бермеу керек екен елдің соңына еріп. Мен потому что халық көтеріп жіберді да, күштісіңдер дегенге еріп кете бердім. И какой-то момент бауыр басып қалдым, там жақсы көріп қалдым деген сияқты ғой, солай. Өзімдікін всегда қою керек, айту керек. И мен өзімнің бір нәрсеме таңғалды, мен өзімнің батылдығыма. Себебі тойға бір апта қалған кезде атменен ешкім жасай алмайды. Себебі там мама папасын ойлайды да, ойбай мен тұрмысқа шығуым керек деп қалады. Бұл жерде мен өзіме стоп қойдым, потому что өзімді іштей тыңдадым. Ағырке, сен бақытсыз боласың, сен үйленсең ажырасасың деп өзіме айттым. Потом думаю, зачем маған бұның бәрі керек емес. Лучше мен өзімді жаман болсам жаман болайын, кейін үйленіп бір баламен папаның алдына келіп жылап отқанша дедім. Лучше қазір. Мен тіпті до такой степени өзіме сенімді болдым. Тіпті тойға там бракосочетанияға 5 минут қалған кезде я могла отменить тойды. Потому что мен өзіме сондай сенімді болдым. Потому что мен көрген нәрсе мені айтып отырмын, 180 градусқа өзгеріп жіберді. Лампа, не лампа, там тіс бәрі жайына қалды. Мен просто ойладым, мына адаммен мен қалай өзімді сеніп тапсырамын деген сияқты. Мен өзім өмірімді, менің болашақ балаларымның әкесі қалай болады бұл жігіт деген сияқты. Потому что ол айтып отырмын, өзін ұстай алмайды. Өзі айтады ғой, өзім ұстай алмаймын. Сен баса алмайсың, мен баса алмаймын, ол өзін ұстай алмайды. Вот солай. Енді біз Ақеркенің Инстаграмда болсын, бір басқа жерде болсын, былай жылап отқанын көрмейміз, қайғырып отқанын көрмейміз. Негізі Ақеркенің бір кем дүниесі бар ма, бір әттеген-ай дейтін? Өмірінде бір орындалмай қалған. Бар, бірақ мен андай адамда қатты өткенге өкінбеймін. Өткенге өкінетін болсаң, зачем өткенге өкініп та, оны сен артқа қайтара алмайсың. Я стараюсь каждый нәрседен сабақ алуға. И тек қана вперед, и қазіргі сәтпен өмір сүремін да. Негізі өткенмен немесе болашақпен өмір сүрмеу керек. Ожидание дейді ғой. Мен қазіргі сәтпен өмір сүремін, и все, что не делается к лучшему дейді. Возможно, там екеуміздің үйленбей қалғанымыз, возможно, ол да қандай да бір сабақ алды, мен де қандай да бір сабақ алдым. И сол, и бір өткенге қатты бір өкініш онда есімде жоқ, но болады ғой бір мамандық дұрыс таңдамадым деген сондай нәрселер бар да. Себебі менің мамандығым эколог, вообще қазір мен мамандығыммен ешқашан жұмыс істемегенмін. И возможно мамандықты ауыстыратын. Себебі адам өмірінде екі нәрседен қателеспеу керек: мамандық таңдаудан и жар таңдаудан. И мамандық таңдаудан кішкене бүйтіп қателесіп кеткен сияқты не аламын, но одан да қатты өкінбеймін, себебі қазір интернет бар, дамыған заман, можно любой нәрсені исправить етуге. Сол. И возможно там кішкене там сол жаңағы Дубай мен Египеттен келген кезде неге қосылдым деген әттеген-ай, потому что көп адамды біз әурелеп қойдық та, сол моментке кішкене өкінетін шығар, но отырып алып бүйтіп қайғыру деген менде жоқ. Жақсы. Осымен негізі мен дайындаған сұрақтарым бітті. Жалпы енді көрермендердің де ойында жүрген сұрақтарға жауап бердік деп ойлаймын. Саған рахмет айтамын келгеніңе, сұхбатқа уақыт бөлгеніңе. Саған алдағы уақытта сәттіліктер тілеймін. Өзіңді бағалайтын, сен бағалайтын бір жігітке тұрмысқа шық деп тілектеспіз жалпы. Біз енді бұмен қоштаспаймыз, келесі кездескенше аман сау бол, аман есен бол, тойың болса шақыр, міндетті түрде барамыз. Енді көрермендерге айтарым, білмеймін, по-любому сынау болады бұл жерде. Қазір әртүрлі пікірлер кетеді. Ақерке, сен мұны айтпауың керек еді, айтуың керек еді деген сияқты. Бірақ мен өзім осылай дұрыс деп шештім. Өз ойларыңызды жаза өтіңіздер, комментарий, там кімдікі дұрыс болды, кімдікі бұрыс болды. Бірақ мен бір айтатыным, бұл өмір, и өмірде неше түрлі жағдайлар болады. Егер де Бекзат екеуміз шын өмірде айырылысқан кезде, бір парочка айырылысып кетті, но біздікі эфирда болған еді, андай қылып қасық жерге түскенде, ойбай, жерге қасық түсті, сылдыр етіп түсті, бұлай болады деген сияқты. Сол сияқтандай қатты громко естіледі. Сондықтан бізді де түсінуге тырысыңыздар, біз де пендеміз, қателеспейтін адам жоқ. Сол баланың бауы берік болсын, үлкен азамат болсын. Все. Саған да жұмыс болсын. Құрметті көрермендер, біз Ақеркемен сұхбатымыз аяқталды. Интервью ұнаса лайк басыңыз, ұнамаса комментарий жазсаңыз болады. Бізге сұхбатымызға қолдау көрсеткен Ойнот бар, Алматы қаласы, Жамбала 77-те орналасқан дәмханамыз, ресторан, келіп тағам жесеңіздер болады. Джонс шын жүректен сау болыңыз. Давай, Ақерке.